Бүгін мен сыныптасым Нияз Қасимден 1 минуттық сұхбат алайын деп едім. Қасим, ортаға шықсаң. Бірінші сұрағым, Қазақстанға қай нәрсеге көңіл толмайды? Ол тұтастығының аздығына. Біз қай кезде бәсекеге қабілетті боламыз? Толық адам болғанда. Болашақта журналист боларсыз, кімнен сұхбат алар едіңіз? Абай Құнанбаевтан, Шоқан Уәлихановтан, Әлихан Бөкейхановтан. Сіздің маған қойған сұрағыңызды, яғни қазіргі таңда Қазақстандағы қай нәрсеге көңіліңіз толмайды деген сұрақты дәл сол кісілерге қоятын едім. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттап берсеңіз. Салмақтымын, керек кезде батылмын, оптимистпін. Сіз үшін өмір сүру деген не? Өмірдің нәрін, дәмін сезіну, бастағы бақытты бағалау дер едім. Кімге ұқсағыңыз келеді? Абайтанушы Омар Жәлелге. Өнер адам деген немен өлшейсіз? Мәдениеттілігімен, еңбекқорлығымен және сауаттылығымен. Болашақ